заңсыз қамалған Сарманов Халиқұлымын. Сүтбеков, жаңа ағам Сарманов Жамбыл. Мен әкем заңсыз сотталған. бір жылдан бері заңсыз қамалуда. Оның ісін 5 рет прокурорлар тоқтатқан. 2016 жылдан бері қылмыстық қудалану созылып келеді. Сол кезден бері 5 мәрте қылмыстық қудалау тоқтатылған, және де оны тоқтатқан прокуратураның 2 генералы Иманов және Абдиров деген кісі. Ал 2020 жылдың қазан айында бірдестен Алиханов Марат деген прокурор бірдестен келеді да, полковник мырза, сол бұрынғы қылмыстық қудалау тоқтатуды бұзып мен әкемді қамайды. Сонда бұрынғы генералдар жынды ма, әлде білмейді ма, не үшін ондай боп тұр онда? Не Марат Алиханов, не жаңа еш нәрсе ашқа жоқ, тура сол қағаздар. Нақты айыбы 61 миллион теңгені жымқырды деп табу жатыр. Бірақ ол 61 миллион теңгені біз әкем мемлекетке қайтарған туралы дәлелдері бар. Мемлекет ол ақшаны Батыс Қытай, Батыс Европа жол өткен жерге компенсация ретінде төлейді. Бірақ 2-3 айдан кейін жоғары соттың үкімімен ол ақшаны қайтарсын дейді. Оны әкем қайтарған. Енді келен осы заңсыз соттап жатыр. Және де енді кооперативтің мүшелеріне таратып берсін 61 миллионды дейді. Ол кооперативтің мүшелері жалған кооператив мүшелері. Себебі 2018 жылы қазіргі шырылдап жүрген Айгүл Орынбектің адамдары, ол кооперативке қатысы жоқ адамдар. Олар 2018 жылы Сайрам ауданындағы кооперативті Чимкентке тіркеп, заңсыз рейдерлік әрекеттер жасап жатыр. Олар бізді заңсыз деп жатқанын білеміз. Бірақ олар көбісі міне ол кооперативтің жаңадан шыққан төрағасы Көкебаев Ербол деген. Қаншама видеолар шығарып жатыр мен әкемді жамандап. Бірақ жаңадан төраға шыққан Көкебаев Ербол бірде видеожа шықпайды. Не үшін? Себебі бірде-бір дәлелдейтін қағазы жоқ. Себебі қорқады. Ал анақта видеода шығып жүргендер өнші бұрын қылмыстық қудаланған, сотталған кісілер, мысалы анау Сайрамбаев Метеспай деген түседі. Ол изнасилование үшін 10 жылдан бері түрмеде отқан кісі. Арасында тағы кооперативке қатысы болмаған кісілер. Олар 756 адамның қойылған деген хатпен тұрды да, яғни бұл бір ғана адамның емес, сол жақтағы бірнеше халықтың мәселесі. Ол кісілер жерімізді қайтарсын деген тұрғыда талап қойып отыр да, бұл қайдағы жер дауы, және Батыс Европа жолы түскел жатыр деген. Мүмкін сол жерге қызығушылық білдірген қандай да бір мүдделі топтардың қызығушылығы болуы мүмкін емес па? Бұның артында кімдер тұр? Бұның артында тұрғаны анық мүдделі адамдар бар. Себебі мен әкем ол кооперативті өзі құрған 2000 жылы. 20 жылдан бері жүргізіп келеді. Бәрін сол кезден дивиденд береді. Бірақ Батыс Қытай, Батыс Европа жолы түсет дегеннен кейін ғана осы жерге қызығушылық танытып, мен әкемнің артынан қылмыстық қудалау бастап, әр апта сайын бір рет милиция шақырып алады. Ол кәсіпкер адам. Ол қаншалықты жұмысын атқара береді, әр апта сайын милиция шақыра берсе. Сондай жағдай болып отыр. Ал нау 757 адам деген тізімнің сотқа да ұсыналмады. Себебі ол копия ғана ұсынды. Копияның өзі не деген бұзушылықтармен жасалған. Кезінде тіркелген кезде тізімді 15 декабрь күні әкем неге өткізген дейді. Юстицияға, әділет департаментінде. Бірақ
жалпы жиналыс 22 декабрьда болған. Қалай бір апта бұрын юстиция жинап ала ма ол тізімді? Ол өтірік, ол жалған құжаттар жасап жатып, мен әкемді тез соттау. 757 жаңа көрсетіп тұрған тізімде копиясының өзінде ошибка. 365-ке дейін бір тізім, бір шрифт, басқа шрифттар, 365-тен 757-тен басқа шрифттар. Біз оны көрсете аламыз. Біз сотта экспертизаны сұрадық. Бірақ ол экспертизаны өткізуге сот рұқсат бермеді. Бірақ сол копияға ссылаться етіп, сол экспертиза өтпеген документке ссылаться етіп, мен әкемді соттап отыр. Сайрам ауданы соты. Соны ол құжат ол жерде 757 сот тізімде керек болса, ол жерде әкемнің қолы емес. Вообще бөтен қол. Печать та басқа. Неге соны дәлелдемейсіздер жаңағы мемлекеттік орган алдында? Кәне адвокат сөйлесінші. Мен енді заңды тұрғыда тоқтала кетейін, себебі қанша дегенмен бұл кісілер адвокат емес. Біз сот басталмас бұрын осы іс құжаттармен танысып, сот кезінде де бірнеше өтініш хаттар соттың алдына келтірген болатынбыз. Яғни ол жаңағы Сармановтың қолы емес, Сармановтың бұл кездегі қайнар астық печати емес. Яғни 2018-ден бастап бұлар жаңағы өз бетінше бірін сайлап, Сармановтар алып тастап, кейін Шымкент қаласын тіркеу басталды ғой. Ол бойынша бізде бөлек өткен сотта отырыс бар. Өрді дәлелденген қайта тіркеу. Сайрам аудандық әділет департаменті басшыны өзгерте алмайсың, кворум жоқ деп отказ берген. То есть Сайрам ауданында онда өкілеттікті олар жүзеге асырамаған. Сол себептен олар қалаға барады. Қалада енді білмеймін енді қандай да бір іс-әрекеттер бойынша қалада жаңағындай тіркеу де өткізіледі, тізім де өткізіледі. Баяғы тізімдегі мүшелер жоқ. Одан кейін 2018-де жаңа мүшелер пайда болады. 2020-да тағы да өзгеріс пайда болады. 80 адам мүшеліктен шығып кетеді. Кешегі мысалы жүрген адамдардың ішінде біраз өздері де білмейді, оның ішінде мүшеде бар ма жоқ па екен. Міне ол кешелі жүрген адамның өздері де білмейді дейсіз, мүшелікте бар ма жоқ па. Жалпы мен білем, сол жаңағы ауылдың тұрғындарының бәрі менің оқырманым, көрерменім. Сол кезде бүкіл ауыл Сармановқа қарсы ма? Оларды қашан көрсең, бұл өтірік, біздің жеріміз тартып алған рас. Жаңағы әрқайсына сіздің мына Дәуреннің қасында жүрген адамдардың бәрі не дейді? Ақша беріп апарып жатыр 5000 теңгеден дейді. Бұл біз кімге сенеріміз білмей кеттік. Біз осы мәселені мына Дәурен шырқырап, жылап бізге жібергеннен кейін мен жаным ашып, осыны көрсетейінші енді. Мына шындық шығар деп едім. Енді ана жақ шырқырап жылап жатыр. Сіздікі өтірік, әркімге ақша төлейді. Астанаға жоғарғы соттың алдына апарып бір борт бүкіл самолетті жалдап апарыпты деп. Жоқ әлде сондай байсыз ба, түсінбедім. Шырқырап жатқан да о жағынан тарапынан былай байқасақ 20 адамнан аса адам жиналмайды. Былай көрсетеді сол 20 адамды көп адам сияқты, бірақ 20 адамнан аса қосылмайды. Олардың бәрі Көкебаев деген жаңа төрағаның туысы болып келеді, құдасы болып келеді, солар ғана шығады. Толықтай үй ішіндегі бала шағасына көбейту үшін алып шығады, және де олар сөйтіп, олар, например, жол жауады. Жолды жауып тастады. Облыстық мәні бар жолды жауып тастайды. Митинг ол негізі. Бірақ милицияда, прокуратурада оған ешқандай мән аудартпайды. Және де олардың сұрап жатқандары жерді қайтарсын дейді. Сот жер туралы емес. Біріншіден. Екіншіден, Сайрам соты үкімімен мен әкемді соттасын деп жатса, олар соттаған ұнатып жатса, не үшін шыға береді? Не үшін шыға береді? Міне жерімізді қайтарып берсін, соттасын деп обратно. Олар өзінікін не жеткен болса, біз түсінікті, біз әкемізді босатуды қалап отырмыз. А олар не үшін шырылдай беретіні? Онсыз да ол қамауда отыр. Қамауда отырған адамға енді төрелікті сот айтады, я? Ал енді олар неғып шулап жүр дейсіз ғой? Неғып шулап жүр? Я, біз құжаттар көрсетеміз. Сіздерге де жібергеніміз құжатпен танысыңыздар деп. Ауыл сіздерге жіберді ма құжаттармен танысқаны жайлы, бір нәрсе жайлы? Мен білем, олар енді ешқандай құжаты болмаған соң.
сіз Астанаға прокуратураның, бас прокуратураның алдына бардыңыз. Президент Қазір 1 минутқа микрофон берейік. дауысыңыз жазылсын деп микрофонды жазып алайық. Нақтылайын дегенім, жаңа прокуратураның алдына бардыңыз, Астанаға бардыңыз. Сол кезде сіздің қасыңызда сол кооперативтің көптеген мүшелері бірге жүрді. Бізге келген видеоларда сіздің жанайқайыңыз айтылған. Соны кешегі тұрғындар, жаңа жолды жабамыз деп талап еткен тұрғындар, оның бәрі сатып алынған адам, бізге де жала жапқаны сияқты барлық журналистер сатып алған, Хали Сармановтың ұлы деген сияқты, ол кісілерді де айтты сіздер, ол кісілерді ақша төлеп Астанаға апарыпсыздар деп. Ол кісілер кім сіздің қасыңызда жүрген, және олар кооперативтің мүшелері ме? Сол туралы айтып беріңізші. Мен ағам жауап берсін. Ол мысалға 5 мыңнан жалдап барды дейтіндей, ол 200 адамға 5 мың тарататындай ондай ақшамыз да жоқ, мүмкіншілігіміз де жоқ. Өзіңіз байқап отқандай, осы жылы мысалға жұт болды, бидайды жөндеп шықпады мысалы. Ол мақыл. Жаңағы бірінші сұрақтарыңыз, ауылдың бәрі қарсы ма дейсіз? Ауылдың бәрі қарсы болатын болса, ол ауылда 10 мыңнан астам адам тұрады. Ауылдың бәрі қарсы болса, неғып 200 адам жиналмайды, неғып 300 адам жиналмайды, неғып өздері айтып жүрген 757 адам жиналмайды. Айналып жүрген сол 5-6 адам жиналады да, өздеріңіз видеода көргендей, естігендей, ей, бергесіңдерш, тұрсандар, шықсандар деп, ауылдың центрінде өткізіп тұрып, 20-30 адам ғана жинай алады. И соны камераға былай жақындатып көрсетіп, көп адам сияқты қылып көрсетіп. Ол ауылдың центрі болғаннан кейін уже таксистер тұр, магазиншілер тұр. Олар да шыға салады, не қызық болып жатыр деп те. Біріншіден, екіншіден, мысалға біз ар жаққа барып жатырмыз, бір жаққа барып жатырмыз, біз әкемізді қорғап жатырмыз. Олар айтып жатқандай туысқандары, жұмыскерлер, ол біздің туысқандар, жұмыскерлер, біздің папаға жан ашырлар, дивидендін жоғалтып жатқан пайщиктер. Ол жерде сіздер кооператив мүшелері ғой. Кооператив мүшелер жазып жатыр, Бекболат Қайдаров, қайнар астық 20 адамға жетпейді дейме Дәурен, келсін, көрсін, командамен келе ауылға дейді. Осы журналисті алып кел, біз барлық дәлеліміз бар деп жазып отыр, дәл қазір. Ауыл көріп отыр, айттым ғой, сіздің бүкіл ауыл негізі біздің даудамайсыз жақсы көреді өзі. Менің көрермендерім. Дәлел болса жіберсін дәлелдерін. Сіздер де айтып жатсыздар ғой, сұрап жатырмыз дәлелдерін. Бұл жерде енді ең бастысы біздің атымыз неге болғанды? Неге біз жаңағы мен айдалада танымайтын Сармановты өзін де білмеймін, баласын да білмеймін, бірақ әрбір жылап келген ақпаратқа мен мән беремін. Себебі оның ішінде қазақтың тағдыры, яғни ұлттың тағдыры жатыр деп. Ал енді сізге бір шырылдап жылағаныңызға көмектесем деп бір қарасам, әйтеуір мен жүрмін ішінде. Гүлмира Абықай осы мына қазір төрде отырған 3 адамды таниды екен, біледі екен, соларға көмектесуге жүгіріпті деп. Мен ешкімге көмектесуге жүгірген жоқпын, мен сіздерді бүгін көріп отырмын. Және мен ешқандай Астанаға, басқа жаққа барып жоқ, жаңағыда айтқандай біз бәріне жаздық та. Бұл мысалға Айгүл Орынбекті оларға барып сұрау жатыр. Сендерге келді ма Гүлмира? Ирина келді ма дейді. Өз бізге келді ма? Өз бізге келді ма? Біз оған жаздық, кездесейік деп. Қазір көрсет аламыз. Ол толығымен жазып, кездесейік, сөйлесейік. Біз өзіміздің информацияны берейік деп. Ол да жауап бермеді. Біз сіздерге ғана емес, біз мыңдаған блогерге, мыңдаған юристке жаздық, мыңдаған журналистке жаздық. Біз кейін айта кететін жағдай, ол Айгүл Орынбекке де рахмет. Ол шуды көтеріп атқанына рахмет. Өйткені біз бір нәрсені тығып, жасырып, не қылып атқан жоқпыз. біз наоборот шу көтеріле берсін. Төбедегі елбасы көрсін, президент көрсін, прокуратура көрсін. Наоборот, ол осы сұрақты заңды шешілген қалап жүрміз да. Біз бір нәрсені әкемізді алып қазір жібере салыңдар деп жатқан жоқпыз ғой. Біз заңдылықты сақтасын деп жатырмыз. Сондықтан олардың шығып атқанына қарсы емес, шыға берсін. Мүмкін соның арқасында наоборот көріп қалар. Бұл мәселелерге назар аударар. Өйткені бұл жерде заңсыз нәрсе сұрап атқан ештеңкеміз жоқ. Жаңағы айтып атқанымыз олардың жасағаны митинг, таза митинг. Өйткені мақұл біздің әкемізге қарсы екен. Жолда несі бар? Басқалары да несі бар? Мысалы, енді бұл тек қана әкелердің дауы болғанмен жер дауы болып тұр, Жер дауы, соның жаңағы, оның үстінде мемлекеттік маңызы бар,
Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолына қатысты. Енді бұндай ұлттық мәселені неге сендер ұлттық арна болмаса үлкен бір ақпараттық құралдардан айтпадыңдар? Неге сен тек қана әлеуметтік желіден шырылдап жүрсің, Дәурен? Біз жоқ, мұны қамтымады ма мұндай тақырыпты? Не үшін сен тек неге сен ұлттық арналардан айтпайсың мұны? Нағыз айтылатын нәрсе ғой бұл. Біз ұлттық арналардан айтып отырмыз. Олардың бәріне шыққанбыз. Бірақ көбісі отказ береді. Біз халық шулағандарды салмаймыз. Біз прокуратура мен келісіп сосын ғана саламыз деп жауап береді. Ол жаңа сіз айтып отырсыз, сіздерді жамандап жатыр, сіздерді сатып алды деп жатыр. Бірақ сіздерден де басқалар салды. Новостной порталдар салып жатыр. Алматы, Шымкент, Астананың пабликтары салып жатыр. Олардың бәріне құжаттарды ұсынғанбыз. Соны сенімді болған үшін бізге олар салды. Ал сіздерге қарсы кампания жүргізіп жатқанын неліктен ол кісінің білмедім. Жалпы енді сол ауылдың қандай еді? Датқа ауылы ма? Қасымбек Датқа. Қасымбек Датқа ауылының тұрғындары неге осында келіп көрмейсіздер? Неге Гүлмира Абықай болмаса журналистер Ирина келмейді дейді? Енді келмегенде кешіріңіз, біз бір ғана компанияға қызмет етіп жатқан, өзіміз бір ғана бағдарламаның жүргізушісімін. Менде ондай мына Сармановтың балаларындай не сіздердегідей ондай ары-бері жолыма немесе артық ақшам жоқ менің жаққа жүгіріп бара жатын. Оның үстіне мен арнайы әлеуметтік желіде өз парақшамнан жазғам. Қымбатты ауыл тұрғындары, бізге өйтіп келіңіз мына жаққа, сенбесеңіз көріңіз дейтіндей біз жекпе-жекке бармаймыз. Біз бір мәселені тақырыпты зерттеуге барамыз, журналистік зерттеуге. Сондықтан арнайы редакцияға хат жазып, міне осындай мәселе болды деп, видео, фотоны, дәлелдеме құжаттарды қыстырып жіберіңіздер деген бүкіл адрес жазып жібергем. Алайда КТК-ның почтасын күнде ашам, мұнда арнайы ресми хат келген жоқ. Көрдіңіз ба? Және де міне адвокат, біз айтып жатырмыз, осы адвокат қандай дөрекі заң бұзушылықтар болған туралы айтып өтсе, біз қазір бір мен жаңағы сұрақтарға да, мысалға жаңағы телеарналарға неғып шықпайсыздар дейсіздер. Шықтық, осы уақытқа дейін Атамекен бизнес шығарды репортаж «Наше дело» деген. Бірінші канал Евразия шығарды, 31-ші канал шығарды, КТК шығарды, Нұр КЗ шығарды. Біз айтып жеткіз алып, құжат ұсынып, олар көздері жеткен соң шығарып атты. Қазіргі таңда енді қайта-қайта шығара бере алмайды біріншіден, екіншіден мүмкін біреулер запрет қойып атқан шығар, шығарма деп. Мәселен, біздің елде денсаулығына байланысты деп жаңағы босатып жататын жағдайлар болады. Неғып полиция тармаққа қолданылмайды осындай заңдар? Мынау осы өте орынды қойылған сұрақ. Негізі мен өзім как адвокат ретінде айтатын болсам, біріншіден қылмыстық істің өзі оқиғаны айыпты 2012 жылдағы болған жағдай бойынша айыптап жатыр Сармановты. Ол бір. Екіншіден, мынау айтып жатырмыз ғой, заңсыз деп. Ол 2000 жылдардан бері өзі құрып, осыны халықтың жағдайын қамтамасыз етіп, халыққа осы бидайдан дивиденд беріп, басқалай да көмек беріп, өзінің қаражатымен қамтыған. Ол бойынша енді 2012-де өкіметтен түскен қаражатты, өзінің қаражатын өзіне қайтару мәселесі бойынша сен жымқырдың, жеп қойдың деген айыппен оны бүгінгі таңда соттап отыр. Даже соттың өзінде, заңсыздықтардың өзінде қылмыстық істің тіркелуі, қылмыстық істің жүруі, қылмыстық істің аяқталып сотқа өткенге дейінгі өрескел бірнеше өтініш хаттар біз келтірдік, дәлел ретінде, факт ретінде. Бірақ өкінішке орай оны сот назарға алмады. Оның ішіндегі тағы да бір дәлелдің бірі 12 шілде 2021 жылы соңғы сөз беру кезінде сотталушыға Қали Сармановқа сот өзінің инициативасымен жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша жаңадан ашады. Қайттан осы сотқа қатысқан заң талабы бойынша прения дейді ғой, жарыссөз өткізбейді. Және сотталушыға соңғы сөз бермейді. Ол туралы бізде видео ақпарат мәлімет бар. Біз соттан арнайы алдырдық, біз сол жерде күттік, осындай болады шығар деп. Ол өте үлкен жаңағы құқық бұзушылық, заң бұзушылықтың бірі. Оны сот сондай әрекет жасады. Екіншіден, жаңа айтып кеттім ғой, 2012 жылы болған оқиға бойынша
2012 жыл болған оқиға бойынша 2021 жылы соттап отса, арада 2016 жылы еліміздің 25 жылдығына үлкен амнистия жарияланған болатын. 16 желтоқсанға. Даже бұл жерде өзінің кінәсін мойындамаған күннің көзінде де сол амнистияны қолданып, бұның жазасын 69 жасқа келгенін ескере отырып, осыны қолдану керек еді. Оны да қолданған жоқ. Мысалға, түрмеде сол кезде қаншама басқаларда жазасын өтеп атқан үйге сол кездегілердің өздеріміз қанша онда жеңіл қолданды. Бұл жерде қамаудан бастап бұның ауру екенін, зейнеткер екенін ешкім ескермейді. Мысалға 61 миллион теңге айып қоятын болса, мысалға 120 миллион теңгеге имуществосы бар, жаңа мүлкі. Соны залогқа қойық. Бұл үйінен барып қатысын сотқа. Үйінде болсын, кейін қандай да бір шара қолданатын кезде көреміз деген жағдайда да бүкіл инстанция бәрі бізге түбегейлі отказ берді. Не себепті бұның қазір баласын жан айқайып бұл жерге келіп, осы күнге дейін жетті, былтырдан бері. Себебі қылмыстық іс состав жоқ болып 5 мәрте қысқартылады. Ең соңғысында сотқа жіберетін кезде күзде қылмыстық істі қудалауды бұзады прокуратура Түркістан облысы. Ең соңғысын бұзады, чтоб действительно қайттан жаңадан ашып, қайттан тергесін деген сияқты мәселемен. Алайда ол қадағалау деген база болады прокуратурада. Оның ішінде жоқ ол мәселе. Бізге берген құжатта мүлдем басқа құжат. Сотқа берген құжатта мүлдем екі түрлі. Біз сотта айтып жатырмыз, бізде неге ондай келеңсіз жағдайға біз душар болып жатырмыз. Уже сол кезде бізге түсінікті болды, что Сармановтың Халидың бүгінгі таңда осындай жағдайға ұшырайтынына. Не үшін керек болып жатыр ол жаңағы? Инсульт алған кісінің жаңағы түрмеде жатқызу, ешқандай амнистия қолданбау ол кісіге. Не үшін? Не үшін оны? Енді менің жеке өзім пікірім, енді қазіргі таңда көп нәрсе айтылып жатыр ғой, оны барлықтарыңыз естіп жатыр, рейдерлік захват дейді ғой. Менің пікірім енді соған келген шығар деймін. Мысалға, енді оны мен нақты, менде ондай мәлімет жоқ, бірақ артында действительно бір қызығушылық танып тұрған орган тарапынан барлығы жаппай осындай мәселеге келіп тұрған ол айдан анық нәрсе. Себебі ол Халид Сармановтың өзі химия кандидаттар ғылымы, жаңағындай химия ғылымдарының кандидаты, өңшең оқу бітіргеннен бастап, жұмысқа кіргеннен бастап тек қана өзінің үлесін қосып, бірнеше эфирлерде де бар. Назарбаевтың өзімен тікелей оңтүстік, ол кезде оңтүстік еді ғой, оңтүстік регионның атынан, кәсіпкерлердің атынан тек қана осы кісі шығып, барлық осы жаңағы алға қойған жоспарларын, жолдауларын іске асыру үшін бір етін. Енді белгілі азамат, белгілі кәсіпкер, может солдан шығар деп ойлаймын. Сармановты қамауда ұстап отырудың тағы бір себебі жер бағасының көтеріліп кетуімен байланысты емес па? Мысалы, жаңа Батыс Европа жолы түсіп жатыр, соның маңайындағы жер телімдерінің бағасы көтеріліп кеткен жоқ па? Енді ол әрине көтеріледі. Себебі мысалға жаңа айтып жатырмын ғой, 2012 жылдары, 2011 жылдары ол жерде қаланың сыртынан айналып өтуге Сайрам ауданынан жол салу жобасы пайда болған. Сонымен Батыс Қытай, Батыс Европада осылардың жаңа қайнарастың жері үстен өтеді. Не только бұл қайнарасы, тағы да басқа пікалар бар, толар бар деген сияқты мемлекеттің мүддесіне мұқтажына алынады жер. Бірақ ол кезде ол жердің бағасы, мысалға айтқан кезде, құнсыз болатын ол кезде. Құны өте төмен. Бүгінгі таңда қазір Құдайға шүкір, Түркістан Қызылордаға қарай баратын жерде Батыс Қытай, Батыс Европада түрлі кешендер салынған, комплекстер салынып жатыр, заправкалар салынып жатыр. Шымкент қаласы ары қарай емес, наоборот, бері қарай дамып жатыр қазір. Шым Сити салынып жатыр. Көп қой енді. Бозарықтың өзі кезінде Сайрам ауданына қарайтын қазір үлкен қала. Әшейін құр әшейін үй салатын жердің өзі пәленбай миллиондық тұрады. Енді ол жолдың бойында, жолдың торабындағы жатқан жер телімі. Ол әрине бұл құнсыз деп айтсам да, то есть бағасы шексізді. Өте үлкен бағада қазір сол кезбен салыстырғанда. Может, соған да бір қызығушылық танытатын шығар. Бәлкім осы болуы мүмкін. Себебі былтыр 2020 жылы Сарманов Халиға 2 айлық мерзімде санкция беру кезінде осы жаңағы сол кезден бері осақ тұлғалар өзі жаңағы бір 15-20-30 шақты адамдар кеп жиналып жүреді, сол жерде постоянно жиналып, сотқа да барады, солар барлық жерге барады. Әйтеуір соттың да қай күні, қай уақытта болатында кім оларға хабардар етіп отқаны тоже бізге жұмбақ болды сол күйінше. Енді жаңағы айтып отыр ғой, 757 адам, 757 адам деп. Ол бойынша да біз айттым жаңа сотта. Сот бізге отказ берді. Біздің соттың алдында қойған бүкіл қағаз айтсаңыз бәрі отказ болды. Енді қазір тек қана бір үмітіміз бар. Жаңағындай осылай үндеу жолдау арқылы хотя бы заңды қараса екен деп, облысымыздың соты заңды қараса екен. Себебі қанша дегенмен ол да адам баласы. Ол да біреудің әкесі.
ол біреудің қамқоршысы. Мысалға осы күнде бір адам бар ма, өзінің қалтасынан жетімдер үйін салынып, сол жетімдер үйіне қолдау көрсетіп, сол жетімдер үйін өткізетін өкіметке. Ондай адамды мен көрген емес. Мен өзім қорғауымдағы адамның сондай іс-әрекетке барған жақында ғана білдім. Былай айтқан кезде. Мысалға жаңағы заңсыз деп жатқанымыз бұл статья бойынша ең басты условия дей ма, шарт аудиторский тексеру болу керек. Сол жағын айтып кетсеңізші. И ол жаңағында айтады дұрыс, ол бас прокурордың өзінің қаулысы бар. 2014 жылы шыққан нөмір 89. Сол жердің өзін жазып қойды. Осындай категорияда қылмыстық істі қозғау кезінде қылмыстық кодекстің 189 бабына сай адамды жауапкершілікке тарту кезінде бірінші нақты аудитордың немесе бір уәкілетті органның қорытындысы болу керек, заключение деген сияқты, аудиторский заключение деген сияқты. Ал бұл жерде енді 1 октябрь күні Сармановты қамайды 2020 жылы. Сөйтіп ровно 1 ай 4 күннен кейін барып тергеуші аудит тағайындайды. Одан кейін жаңа 1 ай қамап болғаннан кейін осы Қасымбек Датқа ауылына барып 174 адамнан арыз алады. Біз енді любой жерде, любой адамда, мысалға қазір барыңызда полицияға барып, мынау жымқырды, хищение жасады деп арыз жазсаңыз, ешкім түп тіркемейді оны өліп қалса. Себебі оған дәлел керек. Оған дәлел экспертиза керек. Аудиторский заключение қорытынды керек. Енді осындайдың барлық заңсыздықтың бәрі көз алдында өтіп жатқаннан кейін, әрине ішің ашиды, жаның ашиды. Әрине біз енді елдің дамыған қатарына қосыламыз мынандай түрмен біз бүгінгі таңда әлі алыс опамаймыз барымыз сояққа. Мына жерде жаңадан қосылып жатқан бізде оқырмандар, көрермендер бар екен. Бұл жақта не болып жатыр дейді. Естеріңізде болса, осыдан 2 ай бойы әлеуметтік желіде қазір өте үлкен қоғамдық дауға айналып жатқан Хали Сарманов Түркістан облыстық агрокәсіпкер қамауға алынған болатын былтыр. Соған қатысты ол әділетсіз қамалуда, заңсыз қамалды деп, міне балалар мен адвокат арнайы шулап жүрген. Бүгін солар Алматыға келіп журналистермен кездесуде. Тақырып осы. Тағы айтып өтерім, осы заңсыздықтарды тоқтату үшін қарастырып берсін деп облыстық сотқа да барғамыз, облыстық прокуратураға да барғамыз. Облыстық прокуратураға халық прокурор өзі шығып түсіндірсін деп талап етіп отырды. 150-дей адам болып барған. Оны біз ұйымдастырға жоқпыз. Олар өзі барып сұрайықшы, не болып кетті? 1 жылдан бері не үшін отыр ол кісі деп барған болатын. Және де мен кірдім ол жерге. Видео кіргізуге болмайды деді, аудио запись жасадым. Со аудио записімді әлеуметтік желіге салғанмын. Прокурор Марат Алихановпен және осы процессуалдық прокурор Рыскелдиевпен сөйлескенімізді. Біз сол кезде сұрақ қоямыз. Қалай копия қағаздар негізінде сіздер арыз қабылдайсыз деп. Сонда Рыскелдиев деген процессуалдық прокурор: бывают разные случаи, мы должны рассмотреть деп тіке жауап қайтқа жоқ бізге. Ол сұраныстардың бәрін жазбаша түрде қалдырып кеттік прокуратураға. Бірақ біз кімге мыңдаған хат жазып жатырмыз 1 жылдан бері. Кімнің үстінен арыз жазамыз, сол адамға жауап беруге түсіріп береді сол хаттарды. Біз қалайша сенбейміз ол үстіде қарап жатқанына. Ол бас прокуратураға да кіріп шықты ғана кезде. Нұр Отан арқылы бас прокурордың орынбасарымен сөйлестік. Бірақ сонда да сол хаттарымызды кімге арызданып отырмыз, сол кісілер жауап береді. Әрине олар заңды деп жауап береді. Ол бірақ... Ал енді қараңызшы Дәурен, жалпы шырылдап жүрсіз, өткенде тіпті ең соңғы жаңағы егерде осыдан әкем босамаса, мен тіпті ол үшін өзімді құрбан етуге дайынмын дедіңіз, қол жұмсауға дайынмын дедіңіз. Жалпы егерде мысалы 1 жыл болып қалды қамаудыға алынғалы, ал енді осы күйі ұзақ созылып, немесе шықпай, немесе заңсыз, жаман айтпай жақсы жоқ, сондай шешімдер болған кезде не істейсіз? Қайқа дейін сіз бара аласыз және барасыз? Мен барлық жаққа баруға дайынмын. Жаңа айтылған уәждерімнің бәрін керек болса орындаймын. Және де осы облыстық сот әділетсіз болса, мен соны орындаймын. Қазір осы бәріне үндеу жасап жатырмыз. Әрине сот дұрыстап қарастырсын деген талаппен. Ал керек болса, оны мен барып жасаймын. Одан басқа жанашырлардың бәрі
көп затқа дайын болып отыр. Ол керек па? Біз оны осы күнге шейін біз заң бұзушылықпен айналысқа жоқпыз. Заң бұзушылықпен айналысып жатқан ана жақтағы тарап жол жауып, заңсыз митингтер өткізіп, біз тек личный приемға барғанбыз, жазылғанбыз, кәдімгі сөйтіп өзімізге жауап сұрағанбыз. Ал керек болса, мен сол айтылған уәждерімді орындаймын. Бас прокуратура әлде жоғары соттың алдында болса да. Дәурен, қазіргі сіздердің беріп жатқан сұхбаттарыңыздан кейін түсінгенім, жалпы өзі бірнеше ғана, бір 10 шақты ғана журналист, сіз жаңа айтқаныңыз жеткізгелі бері, біз тек өзіміздің әлеуметтік желідегі парақшамызда жариялаумен ғана шектеліп отырмыз. Енді бізге де жала жабылып жатыр да. Сендерді Қали Сармановтың ұлы сатып алған, Қали Сармановтың ұлы Астанаға апарған жұмысшыларды сатып алған, барлығын сатып алған деп. Бірақ қазір сіздердің сұхбаттарыңыздан кейін түсінгенім, осы айтып жатқан 5-6 адамның да аузын жапқысы келетін сияқты да, әлде бір топ. Мынаны айтып беріңізші, ол кісілердің талабы, жергілікті тұрғындардың талабы, сол жерде кеше жол жауып жатқан, біздің жерімізді қайтарсын дейді. Ол кісілер қандай жер туралы айтып отыр? Жалпы ол кісілер айтып тұрған 7000 гектар жер деген қандай жер, соған хабарларыңыз болса айтып беріңіздерші. Олар 7000 гектар жер, ғимараттар, мал деп айтып жатыр. Бірақ ол 7000 гектар деп Совет үкіметі кезінде болған. Совет үкіметі 91 жыл құрған кезде сол болған болар. Бірақ менің әкем 2000 жылы ол кооперативті алды. Және де адамдар жер пайымен кірген. Бірақ та ғимараттың да қатысы жоқ. Ол жаңағы малдың да қатысы жоқ. Біріншіден соны айтып өтейін, себебі ауылды түсіре береді да осы ғимараттарды деп айта бастайды. Үшіншіден осы жерге байланысты 2005 жылға шейін заң шыққан. 2005 жылға шейін өздері кооперативтен бөлініп шығам деген кісілер өзі жазып, өзі әкімшілікке шықса, олар жерін бөліп алса болады деп. Жер бөлінбесе, ол заңды түрде бөле алмайды деп. Оның өзінде де бізде міне қағаздар бар, 200-дей адам кооперативтен бөлініп шығып кеткен. Ол әрине, значит, 200 адам шығып кеткен болса, ол 7000 гектар болу да мүмкін емес. Сосын ол жер Батыс Қытай, Батыс Европа қойылған кезде 61 миллионды жоғары сот өндесін дейді, берген, мемлекет берген. Сол кезде бидай егіліп қойған, оны қазір бидайды жинап болайық, сосын ол 61 миллионды қайтарамыз деген өзінде, олар жоқ, біз қазір ақшаны алып өндіру керекпіз деп, жер ол ақшаны жер түрінде алып қояды. Ал кооперативтің заңында бар, кооперативтің әр мүшесі коллективно отвечает за долги, за финансы кооператива деген. Сонда ол жерді кооперативтің әр мүшесінен алып қойды мемлекет сол кезде. Ал күте тұрса бір ай, ол бидайды жинап, ол 61 миллионды сол кезде жауып тастайтын едік. Бірақ олар асықсыз жерді алып қойды. Қарыз емес. Төлеген чектері, договорлары бар. Билогистик деген компания аукцион өткізген. Солар ғана шешкен, кім аукционға қатысады, қандай бағамен сатыладың, бәрін сол Билогистик деген компания шешкен болатын. Олар ешқандай талап қойып отқа жоқ бізге. Олар бәрі заңды өтті деп отыр. Даже земельный кадастр, земельный департамент, қазір точно білмеймін, олар да ол заңсыз аукционнан сатылды деп талап қойған азаматтық түрде. Бірақ сот оларға отказ берген. Өкіметтің мұқтажылығына алынған жер, қаражат өкіметтен түседі. Бүгінгі таңда қылмыстық іс бойынша тергеу органы сотқа өткеннен кейін өте сұрақ туындады. Кім жәбірленуші нақты? Кім жәбірленуші бүгінгі таңда? Өкімет пе? Өкіметтің ақшасы ғой. Өкіметтің ақшасы қайтты. Қазақстан Республикасының жоғары сотының шешімі шықты. Алдында төленген ақша қайтсын деп. Оны кім орындайды? Өкімет тарапына юстиция, әділет басқармасы Сайрам аудандық соның жанында құрылған мемлекеттік сот орындаушы орындайды. Мемлекеттік сот орындаушы келіп мекеменің счетын көреді, ақша жоқ. Сөйтіп бар мүлкін
аукционға қойып, ол жерде менің жерім дейді, негізінде заң бойынша ол жерде ешкімнің жері жоқ. Ол жерде тек қана жерге құқығы бар, мысалға. Арендаға береді ғой, 39 жыл, 49 жыл деген сияқты пай үлесі бар. Сол, ол жерде алып отқан нақты сол бұрыннан келіп отқан Сармановтың басынан бастап бірге келе жатқан ұжымдастардың бәрі бүгінгі таңға дейін сол же даже өтіп кетсе де, аукционға шығып кетсе де, бүгінгі таңға дейін сол кезде алған пай үлестерін алып жатыр. Қағаз жүзінде ресми түрінде мұның баласы отыр, өткенде де есептеп әрқайсысын алған қолдарымен бүгінгі таңда 2013-тен бері бүгінгі таңға дейін почти 90 миллионға жуық теңге өзінің қаражатынан беріп отыр. Жер егер өкіметке аукцион арқылы сатылып кетсе де, өкіметке ақша қайтқан күннің өзінде де, мына менің жерлестерім, жаңағы қасымдағы ұжымдастарым осындай несі қалмасын, дивидендсіз қалмасын деген мәселе. Оны жаңа айтып отырмын ғой, юрист болмағаннан кейін Дәурен былай жеткізе алмай жатыр. Ол жерде себебі қобалжып отыр. Одан кейін екіншіден бірнеше сот актілері бар. Бірнеше сотпен дауланған, бірнеше кейін сот орындаушы өзінің тарапынан өткізгеннен кейін биологистик компания ашық алаңда аукцион өткізген. Ол туралы мәселе бар. Бұл жерде көп мәселе. Бірақ нақты бүгінгі таңда сотқа отқан мәселенің бірі 61 миллион теңгені сен жеп қойдың, өзіңе бар чектан. Жаңа айтып жатырмын ғой, 61 миллион теңгені Қайнар Асықтың имуществосы тек қана жер үлесіп, жер пайы ғана қалып тұр ғой. Соны ашық алаң аукционға өткізеді. Аукционға өткізеді, басқа сатып алушылар қатысады. Содан түскен ақшаны ресми түрде сот орындаушы алып өкіметке құяды. Ол уже былай өзінің қалтасынан бар, банктен бір квитанция емес, жаңағындай сот актісінің орындау барысында атқару парағы дейді ғой. В рамках исполнительного производства жасалған мәселе. Ол бар. Оны Хали Сарманов оны қалай сатады? Біріншіден Хали Сарманов оны никак сатамайды. Бұл жерде өкіметтің тарапынан келген жаңағы қайтару мәселесі бойынша сот акты Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының шешімін орындау керек. Ол азамат процессуалдық кодексінің 21-ші бабына сай бүкіл Қазақстан территориясында сот актісін орындау бәрімізге міндетті. Сот акті шықты ма, біз оны орындауымыз керек. Оны егер біз орындамасақ, өкімет тарапына сот орындаушы орындайды. Ал енді қараңызшы, осы Дәурен шырылдап маған әйтеуір бір видео келгенде, мен оны әлеуметтік желіге салған кезде арасына мынандай бір комментарий болған. Біз барған кезде өз жерімізді бер деп Хали Сармановтың адамдары бізді кіргізбейді есіктен, кеудемізден ұрып жібереді, итеріп жібереді деп. Енді міне жылақ қапты дейді. Жалпы жерімді алам. Бұл менің жалға берілген жерім 49 жылға. Кезінде ата-анам түсінбепті, қазір өзім еленем дегендерге сіздер емін еркін жерді бере аласыздар ма, әлде бітті сол қалған соңына дейін шектеу мерзімі сіздерде ма? Неге сонша бермей төбелес болып жатыр? Біріншіден бұл аукцион арқылы ол жер сатылған. Ол мысалға ол ПК-да болған жерлердің бәрі түгелімен бізде емес. Басқа кісілер де аукционға қатысып алынған. Сондықтан 2013 жылдан бері ол ешқандай тізім жоқ. Екіншіден қазіргі таңда мораторий тұр. Ешқандай жерді бөліп аламайды. Біз бөліп береміз деген жағдайда да әкімшілік болсын, земельный болсын, бөліп бере алмайды. Оларға мақұл біз бөліп береміз деген жағдайда да әкімшілікке барса ол шешім шығарамайды. Өйткені қазір ешқандай жер бөлінбейді, сатылмайды. Енді сіздер соны айттыңыздар ма жаңағы ауыл тұрғындарына, жерлеріңізді біз қазір беруге дайынбыз, бірақ үкімет заңына қазіргі шектеулерге сай мораторийға ол берілмейді деп өздеріне түсіндіріп айттыңыздар ма? Жалпы сіздер ауылда кездесесіздер ма сол кісілермен, чулап жүрген кісілермен? Көптеген рет айтылған ол мораторий тұр деп. Ол негізі мораторийдан басқа өз талабы бар. 10 гектардан кем жер ауыл шаруашылығына арналған. Бөлінбейді деп заңды түрде үкіметіміз жазып қойған. Аулардың пайлары 2, 3, 5, 6, 7, 8. Оны біз қалай бөліп береміз? Одан басқа мораторий бар. Бұлардың әкемді соттап, қамап соттаудың қызығушылығы 2020 жылы мораторий біту керек еді. Әкемді тез соттап, жерін алып қоюдың мәселесін көтеріп жүрген қызығушылық тарап. Және де мораторий біткен жағдайда сол жерді өзі қызығушылық тарап алып кеткісі келді өзіне. Сол мәселе. Біз ауылдың тұрғындарына бәріне түсіндіргенбіз. Қазір мораторий біріншіден бере алмаймыз. Екіншіден осындай деп.
және де ол көп шынайы кооперативтің мүшелері 1 гектарына 120-140 килограмм бидайдан алады. Онша олар өздері бөліп алған жерден тиімді емес. Бір өзінің 10 гектарын бөлгеннің өзінде ол тиімді емес. Онша бидай жинап шықпайды әр гектарға. Себебі техникасы жоқ, бәрін жалдап алу керек. Соны ұйымдастырып отқан менің әкем, оның бәрін 500 адамға сол бидай ретінде дивиденд беріп отыр. Одан басқа ауылға желіде де бар көмектесіп жатқан. Ал қазір ол шырылдап жатқан әңгіме, ол үстіден сол жаңағы айтқан 20 адамдық топқа осыны айтасыңдар деген үстінен айтылып отқан әңгіме. Қалған кооператив мүшелері әрине қорқады. Себебі ауылға арыз, мен әкеме қарсы арыз жазуға, мен әкемді арестовать етіп қойғаннан кейін 17 күннен кейін 4-5 полицейский келеді, жазыңдар арыз дейді. Тағы да бір қамалғаннан кейін айтады, Сармановты сотта жүреміз 1,5 айда, жерлеріңді қайтарып береміз деп алдап не істейді. Сотта да біраз адам айтты, бізге жер қайтарады деген соң ғана қол қойып бердік, біз оқымадық та деп. Одан басқа тағы бір айтады жүр деген сияқты ауылда. Біз үгіттеге жоқпыз. Онда ешқандай мәселе көтерілген жоқ. Біз заңды түрде қарап береді деп үміттендік Сайрам ауданы соты. Жоқ, мен бір соңғы айтып өтерім жаңа. Және де осы қарашаның 10-на шейін бас прокурордың орынбасары Кененбаев, Ерлік Кененбаев облыстық прокуратураға жазған, Сарманов Халиді босатсын, қылмыстық қудалау созбаландығын тоқтатсын, және де осыған қатысты кім жүргізіп жатыр, солар жазасын алсын деп. Бірақ заңсыз деп берген, орындасын деп берген, бірақ біздің прокуратура алдап тез қағаздарын алып, шикі түрінде сотқа бер жүреді. Шикі түрінде дегенім, себебі олардың бәрі жалған жасалған құжаттарды өздері сосын қосып жасаған копиялар. Соны сотқа өткізіп жүреді. Мысалға 2000 жылы әкемді шақырған кезде, әкемде Қайнармай деген завод болатын. Облыста ең үлкен бизнесмендердің бірі тұғын. Оны инвестор ретінде шақырады. Мысалға сол ауыл тұрғындарында жерден басқа ештеңе болмайды. Жаңағы олар көрсетіп атқан ғимараттар, нелер, олар тікелей тек қана Қайнармайға қатысы болған. О жерден басқа ПК-да ештеңе болмаған. Қазір өзіңіздерде мысалға жерлеріңіз болса, бірақ ақшаңыз болмаса, не соғасыз сол жерде? Не еге аласыз? Үйде соға алмайсыз, еге алмайсыз, ештеңе алмайсыз. Әкем инвестор ретінде келіп, сол өзінің базаларын қолданып, лизингтерге трактор комбайндар алып, ұрықтарын, удобренияларын беріп, мысалға әшейін 5000 гектар жерге әшейін удобрение шашудың өзі күзде, көктемде 100 миллион ақша. Жаңағы айтып кетіп атқанымыз 2013 жылдан бері осы жылға дейін, былтыр да мысалға февральда әкем отқанына қарамай біз дивиденд тараттық. Әкем сөзде отыр, дивиденд тарата бер деп. Оның бәрі құжаттары бар, әр қайсысы қол қойып алады. Анада Азамат Ерғали деген репортер түсіріп кетті. Ол құжаттарды да түсіріп көріп кетті. Мысалға кеше Айгүл Орынбектің көзінше көрсетіп атқан мына жерде МТС болған, анау болған. Ол 60-70 жыл соғылған МТС-тарды өзі сынып быт шығып тұрған нәрсені әкімшіліктің өзі бізден сұрап, центрде болғаннан кейін 4 гектар жерді бізге босат беріңіз. Біз сол жерде парк соғамыз деді. Біз сөйтіп, оны босатып, әкімшілікке береміз деген кезде, әкімшілік біз напрямую қабылдаймайды екенбіз, парк соғатын фирмаға аударып беріңіз деді. Жеке тұлғаға? Иә, жеке тұлғаға. Әкем айтты, оданша мен өзім парк соғам. Неғып мен басқа біреуге бере салу керекпін. Әкімшілікке, өкіметке өткізетін болсам, мақұл өкіметке өткізейін.
бірақ жеке тұлғаға фирмаға өткізбейміз деді. Әкеңізді қамауда отырған соңғы рет қашан көрдіңіз? Не дейді әкеңіз өзі? Денсаулығы қалай? Шынында да сіздер жазғандай нашар ма? Мен лично өзім кіруге болады деген қағазым жоқ. Інім кіріп жүреді. Мен кіріп жүрем, бірінші айтып өтерім, қамаудың алдында 1 ай бойы Алматыда емделген әкем. Оның бәр қағаздары бар. Одан басқа тергеушілер соңында ойлады ма деп ойлаймын. Денсаулығына байланысты бәрін айтқан жаз деген заттың бәрін жазып береді деп. Жеріңді өткіз, ана қыл деп требование қойған. Бизнесмен бірге тастап кет, сонда қамамаймыз деген. Сондай жағдайлар алған, ауырып тұрып түрмеге алып кетті. Қазір одан да қатты ауырып жатыр. Аяғын келген кезде біз стекло арқылы көреміз свиданияда. Аяғын елі көтеріп, бұлай екі қолынан қолпаштап, милициялар әкеледі. Жағдай ауыр. Біз оны шулап жатқанымыз, қатты эмоцияға беріліп жатқанымыз, соны күндіз көрем. Кешке эмоцияға соны жеткізуге, өндеуге айтам. Себебі қолпаштап әкелді милиция. Себебі ауырып жатқанын түсінем. Себебі жақында босамаса әкем, ол ертең жатып қалады. Сол жағдай сол. 7 жылдан тірі шығады деп айтамаймыз, я. Мүмкін милиция соны добиваться етіп жүр. Сол жерде өлтіріп алсақ, ары қарай бізден алып қоя саламыз деп. Одан басқа біз әділеттікке сеніп соншама 7 ай болды сайрамның соты. 7 ай бойы. Әкем шынымен виновный болса, ол 7 ай қарайтын не бар? Виновный болса тез-тез табылатын зат қой. 7 ай бойы қарастырды. Біздің естуімізше Сайрам ауданының соты ақтағысы келді. Судьясы Құрманғали Дүйсебеков деген. Ақтағысы келді, бірақ оған рұқсат бермеді ақтауға. Қамауда қанша болды әкеңіз қазір? 1 жыл болды. 1 қазан күні 1 жыл болады. Қазір қыркүйек бітіп жатыр. Бізге сіздерді Халиса тағы да башағында қалған, тағы нақтылайын, соңғы біздің оқырмандарымыз үшін түсінікті болсын. Сендерді бір қатар журналисті Халис Армановтың ұлы сатып алыпты. Сендерге ақша төлеп, сен солардың сөзін сөйлеушісіңдер деген бізге айып тағылды. Кеше прямой эфирде тұрғындардың аузына да сондай сөз салынған екен. Біз сізді бірінші рет көріп тұрмыз, Иә. Жалпы бұндай ақпарат таратудың өзіне әдейі журналистердің аузын жабу сияқты, біреулердің көздеген мүддесі айдап салу сияқты қызығушылығы тұрған жоқ па, дәл осындай ақпарат тарату арқылы біздің де аузымызды жабуға? Мен айтарым, олар 20 адам шығарады да, мен прокурорға барған кезде де айтады, олар 700 адам болып келді деп маған тура бетіме алдап отыр. Олар 20 адамнан көп жиналған емес. Ой, бұл тірлік, резонанстық тірлік деп мен әкемді арестке отырғызған. 20 адам шулайды, олар резонанс дейді, біздің уәждерімізді ешкім тыңдамайды, олар сәл ғана шуласа, прокуратура, милиция бәр уәждерін, хаттарын зерделеп, бізге қарсы тірліктерін бәрін жасайды. Кешегі зат бойынша, енді кеше ғана жолды жапты, біз арыз келтірдік. Не үшін заңсыз митинг, жансыз жолды жабады? Ол Айгүл Орынбек шығындар жолдан деп отыр, бірақ өзі организовать еткені түсінікті болып тұр. Жоқ, бірақ соны, например, біз арыздандық ертеңгі күні шара қолданбаса, ол тікелей түсінікті қызығушылықтан ботқан. Дәурен, енді сіз бізге сіздің видеоңызды көріп, жанымыз ашыды, жүрегіміз ауырды, шырқырап, жылап, өз-өзіме қол жұмсаймын дегеніңізді көріп, тағы бір рет Ирина әріптесімнің несін қайталаймын. Біз мысалы кез келген видеода егер жігіт басымен жылап тұрса, біз әрине жанымыз ашиды. Себебі еркектің көзінен сирек жас шығады. Соған жанымыз ашып, біз сізді бір жаза қойып едік. Міне енді ең соңында осы журналистер, ақша алғыш, бәленше, осылардың дос екен, шақырып апты, тағы басқа деген сондай бір жаманатқа қалдық сіз үшін. Маған сол керек па? Әрине керек емес. Мен сізді былайша орысша айтқанда знать не знаю, бүгін ғана түріңізді көріп отырмын. Ал енді сіздер сөйтіп, сол кезде мен ойлаймын да кейде, Ирина, бір жақсыны жазсаң, ақша алдың бәлесің. Жаманды жазсаң, сен анын жамандап атсың бәлесің. Ал енді бізге жіберіп атады, біз журналист ретінде енді. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймыз.
жоқ біз өзіңіз біліп жоқ отырсыз, енді маған өзіміз жаздық. керісінше енді қызық болды. Бұл кім екен Сарманов деген, шындаудың баласы не үшін жүгіріп жүр деген сияқты. Енді мен нағыз бұл мәселені жеке журналистік зерттеу жасау мүмкін. Мен сізді танымаймын, өмірде бірінші рет көрдім. Сіздерден бір тиын алған жоқпын. Астанаға ешқайда борттарыңызға мініп барған жоқпын. жоқ жаңағы халық алдында соны айтыңыздаршы. жаңағы айтып кеткендей, жаңағы айтып кеткендей, біз 1 октябрьде қамағаннан бастап мыңшақты адамға жаздық. Мыңшақты блогерге, прессаға, бәріне жаздық. Сіздер көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Бірақ біз сіздерді танымаймыз. Мысалға, любой момент кім тексерсе де, біз сіздердің телефондарыңызды да білмейміз. Телефонда қазір детализация шығаруға болады ғой. Сізді кім болсын, бізді кім болсын, детализациясын шығарсын да, көрсін. Біз сөйлескен емеспіз сіздермен да. Ол мысалға сонша шығарту үшін, не үшін олардың айтқанындай төлек қойған болса, біз сіздерге ақша аудару керек тұғынбыз, звондап сөйлесу керек тұғынбыз. Ондай болған жоқ қой. Кейін бізде бизнесмен болғанмен, біз сельхоз бизнесменіміз. Біз ондай миллиондаған ақшамыз жоқ. Бәрін сатып ала беретін. Айтпесе қанша пабликтер жазып жатыр. Сіздерден басқа қанша блогерлер жазып жатыр. Олардың бәріне сіздерге сияқты тура осындай қысқаша мәліметтерді жіберіп, көндіріп, түсіндіріп, не алғаннан кейін жазып жатыр. Көбісі. Қараңызшы, ақпарат құралдарының көбіне сіздер шағым жібердіңіздер. Бір қатары бұны ақпарат құралдарында өздерінің құралдарында жариялады, иә. Бірақ елдің алдында жүрген, елге сөз өтімді бір қатар журналистпен өздері бізді блогер деп те атап, біз бірақ журналистпен неге дәл бізді олар қаралап жатыр. Бұл біздің де аузымызды жабуға бір сондай мүдделі адамдардың қызығушылығы емес па дегенді. Менің ойымша, олардың артында тұрған қызығушылық танытып жатқан мүдделі адамдар, оларға звондайды да айтады. Міне, мысалға Ирина қойып жатыр, Гүлмира қойып жатыр, олар бәле болды, аузын жабу керек дейді. Сол Айгүл Орынбекті жібереді, өздеріне митинг жасатқызады. Бірақ мысалға біз 1 жыл болды шулап жүргенімізге, соңғы 2 ай сіздер қойып жатсыздар. Неғып кеше 10 күн шыға бастады. Олар осы күнге дейін тыныш, әкемді тыныш, қандай шусыз сотта жібереміз деп ойлады. Сол 20 адам шығарып қойып отырғызды да, арғарай сотта жібереміз деп ойлады тынышақ. Енді біз шулап атқаннан кейін амал жоқ, енді дискредитация дейді ғой. Сіздерге жалла жауып дискредитерлік жіберу керек болып отыр. Бас тартып сіздерді қашырып жіберу керек болып отыр. Өйткені оларға біз тыныш соттай салуға, тыныш отырғызып жіберуге мүмкіншілік бермей жатырмыз. Біз қайталап өтейін, біз қарсы емеспіз. Олардың шыққаны шыға берсін, наоборот бізге жақсы. Заңды түрде өтеді деген үміттеміз, наоборот. Ол кісілер комиссия келуін талап етіп отыр. Яғни сіздер де комиссия келсін деп тұрсыздар. Ол кісілер комиссия келуін талап етіп жатқан жоқ. Ол кісілер сотталған адамды уже мысалға 7 жыл беріп қойды ғой. Неғып ырза болып жүре бермейді ары қарай. Бітті. Немене қайта шыға береді? Ол сотталып қойды ғой, болды ғой. Ол мысалға сот біздің шулап атқанына, олардың шулап атқанына көңіл бөлмейді бәрібір. Просто олар сол өздерінің арықтарын жабу үшін, заңсыздықтарын жабу үшін сол халықты жіберіп отыр. Төбеден звондап, аналар сияқты шығындар. Біздікі ертең тексереді деп. Наоборот, комиссия келсе, олар тексереді. Наоборот, комиссия келсін. Біз заңсыз нәрсе тілеп атқан жоқпыз. Біз қазір пәкеміз шыға жер деп жатқан жоқпыз, қайталауын. Комиссия келіп, тексеріп, республиканский генпрокуратурадан, Верховный соттан, аппарат президентадан, любой жерден келсін. Келіп, тексеріп, наоборот, заңды өтуін тілеп жүрміз. Айта тұрмын, наоборот, рахмет Айгүл Орынбекке бұл сұрақты көтеріп атқанына. Сіздерге де рахмет, Алматыға арнайы келіп, біздің бірқатар сұрақтарымызға жауап беріп жатқандарыңызға. Бірақ егер шын мәнінде артында қандай да бір мүдделі топтар болса, біз әлі де бұл тақырыпты жалғастыруға дайынбыз. Өйткені әкесін қорғап шырылдаған баланың жанайқайымен, сол жанайқайының негізінде біз осы посттарды жариялай бастағанбыз. Сондықтан сіздерге де енді ақырына дейін барып, аққа құдай жақ дейді ғой. Сәттілік тілейміз.
қол жеткізейік. Біз енді мен енді осыны бастаған сіздерге журналист ретінде ары қаратай ауылда кездесейік. Болмаса ана шулаған топтың шынында да кім екенін білу үшін сол жерде бірге кездесейік десеңіздер, барып арнайы репортаж жасап, оларды да көріп келуге дайынбыз мысалы. Мен қай жақта кім жылайды соған жақ болғандықтан кез келген жаққа жылаған қазаққа демеу беруге біз дайынбыз. Ал сіздердің ісіңіз бәрі де шынында да шырылдаған жүрегіңізден айналдым, әділеттікке қол жеткіздіңіз. Әкеңізбен бірге болып аман есен тезірек көрісетін күн болсын деп тілегім келеді. Рахмет үлкен.